Сәлеметсіздер ме менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәл осындай кез келген дастарханның көркін ашатын мерекелік салат дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюға кеңес беремін. Ал ендеше дайындап бастайық. Ең алдымен үлкен бір сәбізді аршып, тазалап жуып аламыз да корей салатына арналған үккіштің көзінен өткіземіз. Салаттың құрамына керек заттардың барлығын видеоның астында описание бөлімінде толық жазбаша түрде қалдыратын боламын. Ал енді осы сәбізіміздің үстінен чим-чимнің сәбіз салатына арналған приправасының тек жартысын қосатын боламыз, өйткені біз қазір тағы басқа да дәмдеуіштер қосамыз. Дәмдеуішті қосқаннан кейін қолдың көмегімен жақсылап мыжып отырып сәбізімізді араластыратын боламыз. Ал енді жақсылап жуып тазаланған қиярды көлеміне қарай дәл осындай бөліктерге бөлесіздер және әр бөлікті ортасынан бөліп соломка етіп турайсыздар. Достар, менің арнамдағы келесі видеолар қонақ дастарханға арналған салаттар болады, сондықтан арнамды қадағалап видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Қиярдың барлығын турадық, енді осы қиярларды сәбіздің үстіне саламыз. Ал енді тәтті болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышын мен осындай видеода көрсетілгендей сәл ұсақтау етіп турадым. Сіздер қалауларыңызша ұзынша соломка етіп турасаңыздар да болады. Салатқа өздеріңізге ұнайтын кез келген ингредиенттерді қоссаңыздар болады, немесе кез келген затты алып тастап та жасауға болады. Сондықтан да өз қалауларыңызша, өз фантазияларыңызға қарай жасай беріңіздер. Бұрыштың барлығын турадық, оны да дәл осы сәбіз бен қиярдың үстінен саламыз. Ал енді тұздалған осындай ұсақ қиярды қолдандым. Ортасынан бөліп, оны да салатын боламыз. Ал енді осы көкөністердің үстінен 2 минут көлемінде суда қайнатып пісіріп алған қырыққабаттарды қосамыз және сәл араластырамыз. Үстінен 2 бас чеснокты ұсақ үккіштен өткізіп қосамыз. Ал енді дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Алдымен 1 шай қасық кориандрды қосамыз. Одан кейін барып 1 шай қасық копченый паприканы қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Басында өте көп қоспаңыздар. Арасында дәмін көргеннен кейін тағы да жетпесе қосатын боласыздар. Одан кейін барып 2 ас қасық соя тұздығын құямыз. Ал енді дәл осы приправалардың үстінен қатты ыстық сұйық майды құямыз. Ал енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бұл өте әдемі болатын, дастарханыңызда ашатын, әрі өте дәмді, пайдалы болып шығатын салат. Сондықтан да сіздерге де жасап дәмін көруге кеңес беремін. Приправалардың барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұсақтап туралған кинзаны қосамыз. Және менде тұзы аздау болды, тағы да тұз қостым. Жақсылап тағы араластыратын боламыз. Осымен біздің кез келген дастарханға арналған салатымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз.